Бұл Элио. Жарайды. Кетті қарышқа. Не ағып жатсың? Өзге ғаламшарлықты күтіп отыр. Элио, сабақтан қаштың ба? Не істеу керегін білем. Бір жерден көріп едім, қайда кетті? Осы суреттің қайсысы сен? Білмейм. Бірақ мына сенен аумайды. Ал бұл Гордон. Ұлым, сен ғаламдағы ең мықты соғыс машинасына айналуға дайынсың ба? Мен қайдан білейін? Ой жұмбағы екі өндірушілерінен. Аспаннан не табам дейсің, Элио? Одан да дос тап. Ғажап бір нәрсенің бөлігі болғым келеді. Егер мені біреу естіп тұрса, мен алып кетіңдер, кетуге дайынмын. Бұлар мені естіді. Біз ғаламды зерттейміз. Және нағыз арманшылдарды. Сен сияқты. Бұл керемет! Мені жеп қоясың ба? Не? Фу! О, жоқ, менің атым Элио. Ал сенің атың кім? Ешкім менің атымды сұраған емес. Мен Гордонмын. Жерде мен бөтен сияқты болдым. Жерді кінәладым, бірақ мәселе менде шығар. Сен маған ұнайсың. Мен үшін бөтен емессің. Маусымда. Менің достарым болмаған. Менің де. Әкелбесті. Менің атым Григор. Бағынатын кез келді. Бірақ мен жаңа келдім ғой. Мүмкін біреуміз лорд Григормен сөйлесер. Мен ұялам. Мен барам. Неткен қаһармандық. Ғажап оқиғаның куәсі болды. Мен өз орнымды тапқан кезде Григон бәрін құртам дейді. Бұл ғаламда өз орныңды тап. Достарыма көмек керек. Сен дос таптың ба? Менің қаһарымды көресің. Гордон? Сәлем, әке. Мені тұтқынға алды. Жоқ, басқаша айту керек. Көмектес, әке. Жап аузыңды. Бұл қандай сұмдық дауыс. Тоқта! Элио. Лаваның исі шығады. Гордон, мен өртеніп кетем ғой. Ойбай, онда біттің. Гордон! Жарайды, менің аузыма кір. Сенің ішің тап-таза екен. Әрине, таңнан дым жеген жоқпын. Тек кинотеатрларда маусымда.